Өскелең шағымда әкем айтқан бір сөз әлі есімнен кетпейді. Балам, сен бұл дүниеге жылап келдің. Ал әлем сені қуана қарсы алды. Енді дүниеден өткенде әлем сені жылап шығарып салып, өзің қуанып кететіндей өмір сүр. Біз өмірдің мәні ұмытылған заманда күн кешіп жатырмыз. Қазір адам оп-оңай айға ұшып барады. Ал көшенің арғы жағына өтіп, жаңа көршімен танысуға уақыты жоқ. Баллистикалық зымыранның жолын дәл есептеп ғарышқа жібере аламыз, ал балалармен кітапханаға баруға уақыт таппаймыз. Жақындарымызбен хабарласуға электрондық поштамызда, факсімізде, цифрлық телефонымызда бар. Бірақ адамзат бұрын-соңды дәл қазіргідей байланысты сиреткен емес. Біз адамгершілігімізден айырылдық, шынайы мақсатымыздан адастық. Нағыз адами құндылықтарды назарымыздан тыс қалдырдық. Бұл өмірден алған дәрістерімнің бірі. Тағдырымды өз қолыма алмасам, ол мені шыр көбелек айналдырады. Күндер аптаға, апталар айға, айлар жылға ұласады. Бір күні дәм тұзымыз таусылады. Сол кезде кеудемізде өміріміз зая кетті-ау деген өкініштің өксігі ғана қалады. Өлім аузында жатқан Джордж Бернард Шоудан әлдекім екінші рет өмір сүру мүмкіндігі берілсе, не істер едің деп сұрапты. Ол біраз ойланып, терең күрсініпті де, әттең, бола алатынымды біле тұра, бола алмаған адамға айналар едім, деп жауап беріпті. Мен кәсіби шешен ретінде уақытымның көп бөлігін Солтүстік Америкадағы қалаларға саяхаттап, әртүрлі конференцияларға қатысып, жеке өмір мен бизнестегі көшбасшылық туралы баяндама жасаумен өткіземін. Конференцияға қатысушылардың әрқайсысы әртүрлі ортадан шыққанымен, бәрінің көкейінде өмірдің мәні неде, артыма қалай із қалдырсам болады, тым кеш болмай тұрғанда өмірімді барынша жеңілдетіп, бейнетімнің зейнетін көру үшін не істесем екен деген сұрақ тұрады. Барлығына берер жауабым: өмірлік мұратыңды анықта. Әркімнің бойында уақыты келгенше ашылмай тұратын ерекше дарым бар. Бәріміз бұл өмірге нақты бір мақсатпен адами қасиеттерімізді жетілдіріп, жан-жағымыздағы жандардың тағдырын өзгертуге үлес қосу үшін келеміз. Мұратты анықтау қазіргі жұмысыңды тастап кету емес. Ол қандай жұмыс болсын, беріліп істеу және қолынан келетін іске көбірек назар аудару. Тағдырыңды қолға алатын уақыт келді. Махатма Ганди айтпақшы: өміріңде көргің келетін өзгерісті өзің жаса. Осы кеңеске құлақ ассаң, өмірің де өзгереді.